Бұл бейне сабақта біз мынадай бір күрделі функцияның анықталу облысын табу жолын үйренеміз. Көріп тұрғандарыңыздай ондық логарифм және бір бөлінген, яғни бөлшек, бөлшектің бөлімде тағы бір түбір асты бар. Осы функцияның анықталу облысын бізге табу керек екен. Енді бізде анықталу облысы деген ол мына x аргументінің қабылдайтын мәндері, яғни x қандай аралықтан қандай аралыққа дейін қабылдайды. Жалпы мына өрнек үшін тек мынау он логарифмнің саны үшін ғана емес, жалпы өрнек үшін деген сияқты. Енді бізде қарайтын болсақ, анықталу облысы бізде 4 түрлі функцияда болады. Біріншісі ол бөлшекте болады, яғни бөлшектің бөлімінде айнымалысы болған кезде ол функцияның анықталу облысын біз несиеден таба алады екенбіз. Екінші, түбір астында. Түбір астындағы функцияның анықталу облысын таба аламыз. Үшінші, бізде логарифмдік функциялардың анықталу облысын таба аламыз. Ол үшін айнымалы оның санында болу керек. Мынау a деген негізі, x деген саны. X-інде енді жалпы x-тің өзі тұрмайды, жалпы бір өрнек тұрады. Төртінші, бізде ол тригонометриялық функциялар. Синус x, косинус x, арк тангенс, арк котангенс, тангенс, котангенс сияқты жалпы көп. Енді бізде мынадай функция, бірінші логарифмдік функция, яғни бірінші қандай функция тұр, міне осы функцияның біз не істейміз, анықталу облысын табып аламыз. Логарифмдік функцияда оның анықталу облысын табу үшін санындағы өрнекті нөлден үлкен деп аламыз. Яғни бізде мына ондық логарифм негізінде 10 бар, жалпы бізде негізі оның алдындағы санның бізге аса қатты қажеті жоқ. Сондықтан біз бірден мына санын нөлден үлкен деп аламыз. X минус 1, санында орналасқан үлкен нөлден. Бұл мына бірінші функцияның анықталу облысы, ортадағы минус, оған мән бермейміз. Және де келесі функция. Бұл да не? Бірінші бөлшектер. Бөлшектің анықталу облысында мына бөлімдегі x ешқашан тең болмау керек нөлге. Яғни x тең емес нөлге. Неге? Өйткені санды, қандай да бір сан, оны нөлге бөлуге болмайды. Енді бізде түбір астының анықталу облысы, ол түбір астындағы өрнек үлкен немесе тең болу керек нөлге. Себебі неге? Түбір астына минустан шықпайды, нөлден кіші сан шықпайды. Және де тең болу керек деген сөз, нөл түбірдің астынан шығып кете алады, сондықтан нөлге тең болып қалуы да мүмкін. Енді бізде мына бөлшектің бөлімінде болғаннан кейін ол функция нөлге тең емес болу керек, сондықтан мына теңдік не істейді, түсіп қалады. Сонда бізде бөлшектің бөліміндегі функцияны x минус 4-ті жай ғана үлкен нөлден деп қана алсамыз. Теңі түсіп қалады, себебі неге? Ол бөлшектің бөлімінде тұр. Бөлшектің бөліміндегі сан ешқашан нөлге тең болмау керек. Енді бізде осы екі кішкентай теңсіздікті тауып, бір-бірімен қиылыстыра саламыз. X-ті қалдырамыз, минус 1, мына жаққа плюс 1 өтеді. Үлкен, x үлкен, плюс 1-ден, және мына теңсіздікті шешеміз. X үлкен, минус 4, теңдіктің оң жақ бетіне плюс 4 болып өтеді. Енді осыны сан өсіне саламыз. Ең кішісі 1 бізде, одан кейін 4. Енді бізде x-іміз қандай? 1-ден үлкен. Сонда біз 1-ден үлкен жақтарды бояймыз. Және 4-тен де үлкен деген сөз мына жерде. 4-тен де үлкен жақты бояймыз. Бізде екі теңсіздіктің қиылыс нүктесін табу керек. Бізде 2 рет болған жер, ол 2 рет болған жер қандай? 4 пен плюс x-тік. Сонда есептің жауабы бізде тең болады. 4-тен мынандай астында тең жоқ, сондықтан оған әрқашан жай жақ жағылады. 4-тен мынау оң теңдіктің оң жағы плюс шексіздікке дейін. Шексіздікке әрқашан жай жақ жағылады. Бізде сонда бұл есептің жауабы нұсқасында тұр. Сабақтардан құр қалмас үшін каналға тіркеліңіз. Біздің парақшамыз міне мына сілтеме бойынша өте аласыздар. Мына жерден астыңғы сызықша бар, жалпы мына жерге сыймай тұр, көрінбей тұр. Және онда физикадан онлайн курстар өтіп жатыр. Сол курсқа қатыса аласыз. Бағасы қолжетімді. Ал енді топта кездескенше.